Сәлім бақ осы сөзге қимасын бергенде әзер көнді дейді. Айтып жатты Қосты ғой енді, сөзге жығылды біз. Ана көреваттың шаңын көрмесек деп отыр. Мерей болып отыр деп отыр. Содан ортада татулықтың қаймағы кілки қалды да, түстен кейін 300-ге жуық ат 7 айдаушының алдында Қалықтонның кең жазығын шаңға байып кетті дейді. Әр сол балбан деп әр аттан ұранын шығарып, шақырып, екі құлашы алашып біrekті, көз біректі көрақтар балаққа мінген біреу шықты дейді. Ол шығақтары сиырдың бүйрегіндей бөлек біткен жауырыны қақпақтай бір кеуірсінді, Сәлім бақының өзі мінгестіріп әкеп тастай салды. Ой, мұна баспалуыңа түскен жүрек жұтқан кім екен деп жұрт ентелесе қарасты. Қыстаубайдың Ахметжан балбан екені мәлім болды дейді. Оңтүстік жақтағы төбеден де бір сондай бір алпамсан ағып келді. Екеуі сарс тұстас тіресе қалды. Шаң бұрқ ете түскенде жұрт Ахметжанның үстінен тұрып бара жатқанын көрді. Сәлім бақ оны мінгестіріп алып, озондата шапқанда Қыстаубайдың тағы бір мықтысы аққа түйген бесік жамбыды қойнына тағып сыманатан жетелеп үлгірді дейді. Дәл осындай ағады 700 адамның алдында ақ етіне көгала таңба түсіген жығылған жігітке де 5 жібекке түйген тайтұяқ деп аталатын күміс берілді дейді. Оған да береді екен. Ол ғана барланға түскі дерлік екен. Содан жұрттың бір көз осы қызықты болса, бір көз ат кеткен жақта. Бағанадан бері чаң шықты деп талай алдаған. Ол жолғысы рас болды. Жорғалаған бит көрінетін Қалықтонның мидай жазғының аттың шаңы неге көрінбіз? Шоқ келеді, қылаң екен, жоқ баран екен, екеуі қатар келеді. Bir шақырым жарақтағы 75 дәйешті осы сапқа тұрып болды.